Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, зерумірге азамат жайында бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Шавкат Рахмоновтың жекпе-жегіне 3 апта қалды. Жәнібек Әлімханұлынан екі жұлдызды қарсыластарының қашуы, Жанқош Тұраров пен Бекман Сойлыбаевтың бокс алаңына қайта оралуы, әуесқой ММА-дан 3 дүркін әлем чемпионы атанған қазақ бауырымыз. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайында осы видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-ді тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен Шавкат Рахмоновқа тоқталып кетейік. Дәл қазір Шавкат американдық Килл Клифф залында Саид Сафаров пен Генри Хоффтың қол астына жаттығып, келесі жекпе-жегіне дайындалып жатыр. Сол залда ұзақ уақыт бойы оқу-жаттығу жиындарын өткізетін Визенте Люке Шавкат туралы былай деген: Шавкат менімен бір күнде жекпе-жек өткізеді. Ол ұзын бойлы жігіт. Мен мүмкіндігімше онымен жаттығуға тырысамын. Ол менің болашақта қарсыласым аталуы мүмкін. Бірақ бұл жұмысымыздың бір бөлігі. Темір темірді қайрайды деп ойлаймын. Сондықтан біз онымен бірге жиі жаттығамыз деген болатын. Висенте Люке жарты орта салмақтың рейтингінде 9-шы орында орналасып, UFC 216 турнирінде рейтингте 10-шы орында орналасқан Йен Мачадо-Геремен кездеседі. Біраз уақыт өткен соң UFC-дегі үздік нокауттардың бірінің иесі Хоакин Бакли Шавкат Рахмонов Стивен Томпсон жекпе-жегі жайлы былай деген: Мен желтоқсан айында жекпе-жек өткізуді жоспарлап отырмын. Шавкат пен Стивен Томпсон жекпе-жегін бақылаймыз. Шавкаттың кез келген төбелеске дайын екенін білеміз. Бірақ менің ойымша Стивен Томпсон бұл жекпе-жекке шықпай қалады. Сондықтан мен толығымен дайындалып жатырмын. Кезінде Стивен ұзақ уақыт бойы Шавкатпен төбелескісі келмеді. Меніңше UFC қапқа толы ақша берді. Бірақ бұнда бәрін психология шешеді. Егер де Стивен бұл жекпе-жекке шықпаса, мен Шавкатқа қарсы тұруға дайынмын деген болатын. Бірнеше күннен соң біз Шавкат Рахмонов Стивен Томпсон жекпе-жегінің толықтай талдауы туралы видео шығаратын боламыз. Ол жерде біз Шавкаттың және де оның қарсыласының жеңіске деген мүмкіншіліктері мен жақсы және де жаман жақтарын қозғап кеттік. Сондықтан бұл видеоны өткізіп алмау үшін міндетті түрде арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Жәнібек Әлімханұлы өзінің келесі жекпе-жегіне дайындығын басталғалы тұр. 2024 жылы тағы да бір чемпиондық белбеудің иегері атанғысы келетінін анық айтып, келесі қарсыласының есімін күтуде. Бұл туралы WBC тұжырымының президенті Маурисио Сулейман Казинформ тілшісіне берген сұхбатында былай деген: Мен Жәнібек Әлімханұлын жақсы танимын. Ол мықты боксшы. Мүмкін Жәнібек Джермел Чарломен кездесіп қалар. Бокста Triple J салған сара жолды ары қарай жалғастырғысы келетін боксшылар өте көп. Өйткені қазақ елінде боксы өте жақсы дамыған деген еді. Бұл туралы арнайы сұхбатында Джермел Чарлодан сұраған болатын. Who is on Jermall Charlo's hit list? All of them. Whoever got a title. And to answer that question is 160. I would want to fight that Janibek guy, whatever his name is, Janibek. I might as well go ahead and take him out. Be undisputed. Осы айтқан сөздері бойынша Жәнібек Қазақстан Әлімханұлының командасы былай деді: Чарлода бір ғана титул, Жәнібекте екеу. Сол үшін дәл қазір бокс әлемінде Жәнібек жоғары. Мейлі танымал болсын, қазақ жоғары тұр. Дәл қазір орта салмақтың патшасы қазақ стайл. Бұл бос сөз емес, бұл факт деген болатын. Осы туралы Жәнібектің өзі де инстаграмында айтып кетті. Чарломен жекпе-жек болса, Жәнібек оны жеңе алады ма деген сұрақ ешкімде болмайды. Көптің көкейінде қазақ стайл Чарлоны қай раундта нокаутқа түсіреді деген сұрақ қана болады. Мен қазір өз биігімдемін. Қазақ стиліне дәл қазір ешқандай боксшы қарсы тұра алмайды. Ірі сөз, ірі іс деген болатын. Чарло демекші тап кеші ғана Джермел Чарло Лас-Вегасте өткен бокс кешінде комейн ивентте Дэвид Бенавидестің інісі Хосе Бенавидеске қарсы шықты. Осы бокс кешінде Чарло төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңіске жетті. Ал сол кешті басқарған Дэвид Бенавидес Деметриус Андраданы 6-шы раундта техникалық нокаутпен жеңіп WBC уақытша чемпион атанды. Жақын уақытта Дэвид Бенавидес Сауль Канело Альвареспен жекпе-жек күні жайлы келісіп, өзара жекпе-жек өткізуі тиіс. Ал Жәнібектен қашқан Деметриус Андрада екінші орта салмақта Дэвид Бенавидестен ойсырата жеңіліп, 32 жекпе-жек бойы жинаған жеңіс сериясы аяқталды. Жәнібек туралы сол орта салмақтағы WBA чемпионы Эрисланди Ларадан сұраған болатын. What about a fight with Janibek? Una pelea con Janibek. I don't know, no sé quién es. I don't know, sé quién es Janibek. Janibek es el, where is he from? Kazakhstan. Kazajstán tiene el IBF y el WBO en 160. Bueno, si se da la oportunidad, sí, si se da la oportunidad, estamos peleando, pero de momento hay que ver qué pasa. He said, yeah, he didn't even know who he was, but he said, yeah, if the opportunity presents itself for him to fight, you know, he's willing to fight anybody. So, but yeah, he'll fight anybody.
Көріп тұрғаныңыздай, оны тіпті танымаймын деп жауап берген. Осылар не ішіп, не жеп адам танымай қалады деймді. Орта салмақтағы үздік боксшы қатарынан 2 чемпиондық белбеудің иегері Жәнібек Әлімханұлы танымаймын деген өтірігі күлкінішті. Осы туралы да Жәнібектің командасы сөз қозғаған еді. Лараның қасында Жәнібектің атын атамаңдар. Жәнібек олардың түнгі қорқынышы. Атын естісе болды, өзін жоғалтып боксшы екенін ұмытып кетеді. Өз салмағында 2 титулдың иегерін танымау ұят. Оны да түсінуге болады. Атын атасам келіп қалама деп қорқатын шығар деген болатын. Біздің ойымызша Жәнібек келесі жылдың соңына дейін қалған 2 чемпиондық белбеуді қосып, абсолютті әлем чемпионы атанады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Екінші жартылай жеңіл салмақтың WBA интерконтиненталь чемпиондық белбеуінің иегері Бекман Сойлыбаев шаршы алаңға 2 желтоқсан күні Түркияның Трабзон қаласында өтетін бокс кешінде қайта оралады. Қарсыласы жақын арада белгілі болады. Бірақ Бекман дайындығын бастап сенімді жеңіске жетуге дайын. Ал бірінші жартылай орта салмақтың IBO және де WBA Gold чемпионы Жанқош Тұраров 10 желтоқсан күні Алматы қаласындағы Балуан шолақ аренасында жекпе-жек өткізеді. Оған қарсы 37-де 11 рекордының иесі жапон боксшысы Акихиро Кондо шығады. 38 жастағы жапониялық Акихиро 2017 жылы ақш-та IBF чемпионы Сергей Лепенецпен жұдырықтасып, төрешілердің шешімімен есе жіберген. Қалай ойлайсыздар, бұл жекпе-жекте Жанқош қарсыласын нокаутпен ұта ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ерсұлтан Шекенбай атты қазақстандық файтер аралас жекпе-жектен 3 дүркін әлем чемпионы атанды. Албания елінің Тирана қаласында өткен ММА-ден әлем біріншілігінде қазақ жауынгері ақтық сында бельгиялық Агдем Несимді жеңіп әлем чемпионы атанды. Айтып кететін жайт, Ерсұлтан осымен 3-ші жыл қатарынан әлем чемпионы атанып отыр. Бұған дейін 2021 жылы Абу-Даби қаласында өткен әлем біріншілігінде чемпион атанды. Кейін 2022 жылы Белград қаласына чемпиондыққа қол жеткізген. Енді міне Тиранада қайтадан жеңіске жетіп 3 дүркін әлем чемпионы атанды. Сондай-ақ аталған жарыста қыздар арасында бірінші орынды Жанна Қасқынова иеленді. Ол тұншықтыру әдісімен шешуші жекпе-жекте жеңіске жетті. Ал жалпы Қазақстан жастар құрамасы 3 алтын, 1 күміс және де 5 қола жүлдесімен жалпы командалық есепте 2-ші орында жайғасты. Жалғас Жұмағұловтың Найза Елбес турниріндегі бразилиялық қарсыласы жарақат алды. Енді жаңа қарсыласы жапондық жауынгер Масата Накамура. Бұған дейінгі қарсыласы бразилдік Яго Рибейра жарақатына байланысты жекпе-жектен бас тартты. 26 жастағы Масата Накамура жапониялық танымал Дип лигасында 11 жекпе-жек өткізген. Осылайша Найза Елбес турнирінде жапондық лиганың 3 өкілі өнер көрсетеді. Қалай ойлайсыңдар, Жалғас бұл жекпе-жекте жеңіске жете ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Көршілес Октагон промоушнның жарық жұлдызы Сүндет Айтқұл чемпиондық жекпе-жектегі қарсыласы Клаудио Британы нокаутқа түсіруге дайын. Алғашқы секундтан бастап бразилиялықтың басын ұшыруға тырысамын. Төрешілер демала берсе болады. Британы мерзімінен бұрын жеңемін. 23 желтоқсан бүкіл Қазақстанның намысын қорғаймын. Және де қатардан 2 рет қазақты жеңуге жол бермеймін. Белбеу біздікі деген болатын. Бұл жекпе-жек Октагон 53 турнирінде Алматы қаласындағы Балуан шолақ аренасында өтеді. Қазақ терминаторы Мұратбек Қасымбай 22 желтоқсан күні Октагонға қайта оралады. Мұратбек Қасымбай Наше дело 81 турнирінде ресейлік Александр Грозинмен күш сынасады. Мұратбек соңғы жекпе-жегін Алматы қаласында Номад турнирінде өткізіп, нокаутпен жеңіске жеткен еді. Қарсыласы Александр Грозин қыркүйек айында Наше дело гран-прийінің ақтық мәресінде қазақ елінің болашақ жұлдызы Магомед Камардиевпен кездесіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Мұратбек Қасымбай Александр Грозин арасындағы жекпе-жек Мәскеу қаласындағы атақты Лужники стадионында өтеді. Мұратбек жеңіске жете ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыптар шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. және де біздің Телеграм мен менің жеке Инстаграм парақшама қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.